Сәлем менің каналымның көрермендері. Бүгін мен сіздерге өте күшті, дәмді, аузыңыздан дәмі кетпейтін коктейльдің рецептімен бөлісетін боламын. Және ең қызығы, бұл коктейльді 5-ақ минутта үй жағдайында жасай саласыз. Өте тез жасалады және өте дәмді шығатын болады. Бұл жерде міне банан қосылған, малина қосылған және орео печеньесі қосылған коктейль дайындап көрсетемін. Видеоны аяғына дейін қарайық. Дәл осы коктейльді қонақтарыңызға немесе өздеріңіздің балаларыңызға ұсынсаңыздар, сіздерден қайта-қайта тағы да жасап берулеріңізді сұрайтын болады. Олай болса, кеттік, рецептпен бөлісейін. Енді бізге керегі бұл жерде мороженое керек, сливочный, кез келген, мен осындай үлкен семейный пакетте болады, сондай алып қоям. Осындай кез келген кезде коктейль жасауға дайын тұрады менде морозилкада. Сосын бізге сүт керек, қант керек және банан, малина, орео печеньесі керек. Бірінші банан қосылған коктейлімізді дайындайық. Алдымен сүтімізді құйып аламыз блендерге. Қанша сүт қосасыз, енді қанша порцияға жасайсыз, соған қарай стаканды өлшеп құйсаңыздар болады. Сүтті құйып алдым, мен мына жерде примерно 2 стаканға шығады. Осындай бананды саламыз үстіне және үлкен ас қасығымен қант салып жібереміз, құмшекерді. Содан соң уже мороженыйымызды салып, блендерімізді қосып, араластырып дайындаймыз. Болды, бізде уже коктейліміз дайын болады. Банановый коктейль дайын болады. Достар, міне осылайша біздің банановый коктейліміз дайын болды. Енді кезекте малиновый коктейльді жасауға кірісетін боламыз. Достар, менің видеоларым ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Әрі қарай малиновый коктейль дәл солай жасаймыз. Малинамызды саламыз. Одан соң үстіне бір ас қасық қант салып жібереміз де, сүтімізді құйып, осындай блендермен араластыратын боламыз. Және мороженыйымызды саламыз. Сөйтіп блендермен араластырамыз. Болды, бізде уже малина коктейль дайын болады. Достар, коктейльді кез келген жеміс жидекпен жасауға болады. Дәл осылайша жасалады және қанттың дәміне қарай қосатын боласыздар. Мінекей достар, біздің малина қосылған коктейліміз дайын болды. Дәмі деген енді өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі бізде орео қосылған коктейль, дәмі деген өте керемет болып шығады және балаларға ең қатты ұнаған түрі осы коктейльдің. Міндетті түрде өздеріңіздің балаларыңызға жасап беріңіздер.